Түсінікті болып жатыр ма? Қызықты болып жатыр ма? Сұрақтарыңыз болса жазып отырсаңыздар болады. Все? YouTube білесіздер, ол көбісі ойлайды да, TikTok қойшы дейді. Ол 16 жастағы балалардың ісі, 13 жастағы, 20 жаста. Мен айтам, егер творчество болса, сіздер ұялмаңыздар. Ұялатын нәрсе емес. Ұялатын нәрсеге ұялу керек та адам. Ұялмайтын нәрсеге ұялудың керегі жоқ, значит былай айтам. TikTok болсын, Instagram болсын, мен оларды да айтам. Себебі олар да бір, мен айтып отқаным, YouTube, все, YouTube'пен ғана айналысыңдар. TikTok, Instagram тастай салыңдар. Жоқ, никак олай болмайды. Сіздер творчествоның адамсыздар, бір контент жасайсыздар. Бірінші YouTube'дан бастаңыздар. YouTube'қа видео саласыздар, сосын Instagram'ға саласыздар, сосын TikTok'қа саласыздар. Сол видеоны. Бірінші обязательно YouTube'қа, бірінші или TikTok'қа, бірінші неге? Не важно, да, на екі ауыса берсе болады. Неге мен YouTube айтып жатырмын? Потому что мен YouTube'ды жақсы көретін болғаннан кейін, немесе мен YouTube'пен айналысатын болғаннан кейін емес. Мысалы, да? Потому что YouTube сіздерге YouTube видеоларыңызды авторский правасын сақтайды. Ал сіз ойлаңызшы, сіз бір видео салдыңыз да, мысалы, видеоны салдыңыз, бардыңыз да, Instagram'ға салдыңыз. А о жақтан біреу ұрлап, YouTube'ына сізден бұрын салсашы. Вот сол мәселе да. Сол үшін де любой видеоңызды обязательно YouTube'да тұру керек. Егер ертең біреу ұрлап алып атса, скрытый болса да, жалыпты ашасыз да, бере саласыз. Анадан бірінші видео YouTube'дан басталу керек. Сөйтіп қорғайсыз. YouTube'қа кім бірінші видео салады, соныкі болады. Неге білесіздер ма? Потому что біздің атымыз жоқ әлі. Егер мен какой-то бір атақты адам болсам, мен YouTube'қа барып жалды жасай алам, кәдімгідей Америкада тұрсам, даже Қазақстанда, мынау менің видеомды ұрлап алды, дәлелдей алам. А сіз дәлелдей алмайсыз, мен дәлелдей алмаймын. Миллиондаған адамдардың арасынан, даже миллиард десем де болады. Енді миллиард пользователь, көретін адам болғанмен, бірақ миллиард адам жоқ қой, мысалы, контент создать етеді. Сол айтқанда айтып отыр да, өткенде Асқат мырза айтады, контент создавать ететін адамдар мен контент көретін адамдар екіге бөлінеді дейді. Мышкамен клавиатураң адам деген сияқты өткенде айтқандай. Сол үшін сіздер контент жасайтын адам болыңыздар. Соларда ақша бар. Контент көретін адам болмаңыздар. Сіздер даже ертең біреудің егер контент жасайтын болсаңыздар бар ғой, әшейін біреулердің видеосын көрмейсіздер. Біреудің видеосын көргеннің өзінде содан үлгі алу үшін, содан қызықтау үшін, содан пайда алу үшін просто көрмейсіздер ендігіден былайша. Қызықтап, мынау прикол. Болады арасында. Прикол көруге болады, анау көруге болады. Ол нагрузка. А бірақ сіздер өзіңіздей нәрсені көрген кезде, мынадан не алсам екен, қандай идея алсам екен, қалай ақша жасай алам, мынау сияқты. Сондай ойда болу керек. Былай айтқанда брендті бар ғой, ең бірінші жүректе қалыптастыру керек. Жүректе қалыптастыру деген сөз басқа любой адамның алдында төмен болмау. Сіз өзіңіздің жүрегіңізде қалыптастырсаңыз, все уже это нормально, уже жылжи. Бренд қалыптастырады деп айтады сол үшін. Мен бренд жасайын, бренд боламын демейді. Потому что бренд қалыптасу деген ол қазақтың тілінде жайлап болатын нәрсені айтады. Брендті солай қалыптасады. Көбінесе айтадым да. Обязательно сондай болады деп отқан жоқ. Кейде болып қалады, резко шыға келеді адам. Все. Удачный бір нәрсе болады. Оған шанс аз да. Простой смертныйларға біздер сияқты ол қалыптастырады деп айтсақ та болады. Сол үшін де осы 5 нәрсе естеріңізде сақтап алыңыздар. Сіздерде енді қызықты нәрсе болды деп ойлаймын. Себебі бұрын соңды естіген болсаңыздар да, естімеген болсаңыздар да, осыған жұмыс жасаңыздар. Сіздерге действие жасау керек, болды, все. Біліп алдыңыздар, жазып алдыңыздар, білмесеңіздер сұраңыздар, ұмытып қалсаңыздар, Инстаграмға жазыңыздар, сол жақтан жауап беретін боламын, если что. Осы нәрсе. Қандай сұрақтар бар? Бағана айттыңыз ғой, авторское правоны YouTube жақсы нетеді. Ал мен енді салдым өзім материалымды. Бірақ каким-то образом менің видеомды алып Инстаграмға салады да. А YouTube қалай оны қорғайды? YouTube'тың арасында ғана қорғайды. Потому что әркімнің территориясы бар ғой. Жоқ, кішкене онда қызық емес та. Почему YouTube қорғамайды басқа Instagram? Инстаграмдікін Инстаграм қорғау керек. Ол минус. Мен бұл жерде YouTube бәрін қорғайды деп жатқан жоқ. YouTube өзінің ауданында ғана қорғайды. Платформасында. Инстаграм ондай жалыпты, егер жалып болса, біз YouTube'қа айтамыз да, неге қорғамай жатсың өзіңде? Ал Инстаграм ол басқа компания. Ол минусы. Мен бұл жерде айтып тұрған нәрсем, Инстаграммен айналысу қиын екен айтып жатырмын. Шындықты айтып жатырмын да. Енді Инстаграмда жұмыс жасайтындар ренжімесін, бірақ бұл енді шындық қой.
мысалы соны айтып тұрмын да, сіздердің ютубта обязательно жұмыс жасау керексіздер. Мен түсінбеймін көбісін, халықта түсінбеймін да. Бәрінде инстаграм бар, потому что доступный болғаннан кейін да ол. А ютубқа кішкене бас керек, ол жерге іріктеліп келеді адамдар. Білген адамдар, білімі бар, творчествосын ашқан адамдар сол жаққа ютубта жүреді. Неге қарайсыздар, ютубта көтерілу қиын дейді көбісі. Ой, блогқа салып тастай береді, блогқа салып тастай береді. А ол жақта значит ақша көп деген сөз да. Когда жақсы ғой, ақша көп беріп жатыр, адам аз болса еще. Это нормально, да? Ол бәрі болса, ол базар дейді да. Базарда не үшін заттар беспредел да? Там мынау лас, су өтіп жатыр үстінен, кім болса кіре береді ол жерде. Инстаграмда, тиктокта сондай өкінішке орай. Сондай болып қалды. Мен өзім негізі бұрыннан қызығып жүрмін да, ютубтағы ASMR дегендер бар ғой, тамақ ішіп. Бірдеме жеп, жаңағы. Соны тек аузын былай көрсетіп қояды ғой. И неше түрлі тамақ, суши, китайский бірдеме. Енді дыбысын андай специальный микрофон болады екен ғой, ASMR. Чувствительный ма? Бірдеме. Соны не дейді, сол тема қалай вообще, сол сценарий? Ол тема енді біріншіден маған қызықты, а в целом қалай? Сіз оны не жасап көріңіз, қаншалықты жасап көріңіз. Сізде қазір былай да, қазір сізде вообще подписчик жоқ та, ешқайсыңызда. Бар болса да жоқ деп айтайық. Енді қалай көтерілеміз деген сұрақ туады да. Бізде ақша жоқ, рекламаға салатын. Бар болса да жоқ деп есептейік. Нөлден бастап жатқан адамдарға айтайық та. Тексеріп аласыз жаңағыда. Осы 5 жолды біліп аласыз. Енді дальше не істейміз? Ал білдік, білгенмен не істейміз? Ол істемесек ары қарай. Айттым ғой. Біліп алдық, действие жоқ болса. Біліп алғаннан кейін теманы таптыңыздар. Сосын шортс деген видео бар. Шортс саласыздар. Шортс білесіздер ғой, Reels. ютубтағыдай. ютубтағыдай. Соған саласыздар. Ол сіздерге ақпарат береді, подписчик сырттан әкеледі. Дерзкий видеоларыңыз Индияға көрсетеді, Америкаға көрсетеді. Енді асмыр мәселесін көрсеңіз болады, асмыр ма, не жаңа. Жақсылап көру керек оны. Сізге главное соны бастау оңай ма главное? Сұранысын анықтайсыз, и сосын соны бастау оңай ма, жоқ па, соны білу керексіз. Қанша ақша тұрады, оның бәрін бизнес деген сол келген кезде, ойбай, мен ақшам көп, сала бер, ақша жоқ, соңында бітіп қалған. Я ақша жоқ, я контент жоқ. Сосын енді қайтып бизнеске жоламайтын боласыз да уже. Лучше давай мен школда мұғалім болайын или там. Бәрі жақсы енді, мұғалімдегі жұмыстың бәрі жақсы. Вообще айтамын да енді, арманнан қош айтқызады да содан кейін. Қателестік, кінәлі ойлайсың, о бизнес деген болмайды екен ол. Маңдайыңа жазса, там қалай там. Бір атып кету керек, сол везет деген адамға болады да, везет деген нәрсе ол. Везет деген жерде бар ғой, ол уже үмітіңді үзесің деген сөз. Везет ол саған қатысты емес. Саған нені бермейді везет деген әңгіме. Когда саған мүмкіндік берсе, ол везет деген әңгіме болмайды ешқашанда. Сол үшін де сізде қазір YouTube бар, барасыз, тексересіз, арзан болса, жалпы мүмкіндікке байланысты. Ақша шығаратын болсаңыздар, нормально шығарыңыздар. Бірақ біліп барып істеңіздер. Өте ма, өтпей ма? Ақшаңыз көп болса да бар ғой, бизнеске келген кезде, ана біреулер айтады ғой, рисковать ете бер. Америкадағы бір байды көрсетеді. Ол Трамп деген ана миллионер болған екен, миллиардер болған екен, содан қайтадан түскен, төмен түскен. Ол Америкада ол. Мен айтып отқан жоқ, бұлай істемеңдер деп. Америкада бомжға да пособие береді. Сен қазір далада қаласың. 200 мың, 300 мың теңге квартира Қазақстанда, Алматыда. А енді зарплата 100 мың теңге. О жақтағылар далада тұра беретін жерлер де бар. О жақта да оңай емес. Оңай еш жерде жоқ. Просто бізге мүмкіндік беру керек. Біз аспаннан ақша жаудыр демейміз. Бізге тиіспесе, бізге мүмкіндік берсе болды. Сол кезде істеуіміз керек. Просто жаңағыдай, мен рискқа барам деп баса беруге болмайды. Есептеу керек. Аналитика деген сол үшін керек. Анализ жасайсыздар. Ютубта да бар анализі. Ютубта страшно дамыған аналитикасы бар ғой. Қарап отырасыз былай. Қызықсаңыз өзіңіз үйреніп кетесіз. Қанша ақша түсті, просмотр қайдан келді, қай елден келді, қанша жастағы адам келді, қай уақыттары көріп жатыр, қандай видео сізге, қандай подписчик әкелді, қанша. Соның бәрін айтып беріп отырады. Қанша пайыз поисктан келді, қанша пайыз рекомендуемый, қанша пайыз каналдың страницасынан келді. Соның бәрін қарайсыз. Соған қарап видео түсіресіз. Бірінші видеоларын салып аласыз, и аналитика қарайсыз. Қайсы видео атты? Атса неге атты, атпаса неге атпады, соны білу керексіздер. Аналитика деген өте қатты керек нәрсе. Түсінбесеңіздер, көріп қызықсаңыздар түсініп кетесіздер алғай. Бәрі орысша жазылған жерде, қазақша перевод қылсында болады. Орысша ыңғайлы деп ойлаймын. Себебі қазақша кішкене ауырлау да. Көп сөздер қиын. Жалпы сіз көріңіз,
істеу бесплатно, иә? Микрофон аласыз ғой деймін оған тек. По-любому микрофон алды. Сіз қалай, жалпы айттым ғой, видеоның сапасына қарамай қойыңыз. Сіз бере алсаңыз болды, главное. Өйткені сіздің мүмкіндігіңіз соған сәйкес болып тұр да. Сізде қандай сұрақ? Иә, жаңа сұрақ қойып едіңіз. Сұрақ деген, ютубта қанша просмотрдан қанша ақша табуға болады? Просмотрға емес, қазір сағатқа байланысты. Мәселен, сізде екі түрлі видео бар. Уақыт әртүрлі білесіздер. 1 минуттық видео бар, 10 кете береді, 10 минут, 20 минут, 10 сағаттық видеолар бар, е? Реклама қанша рет көрсете аласыз сіз бір видеода? Мәселе сода болып тұр. 1 сағаттық видеода сіздің 10 рет реклама көрсете аласыз. Ал 10 минуттық видеода сіз үшеуін көрсете аласыз. 4-ін өзіңіздің қолыңызда 10 минуттан жоғары болса, 5-6 минут 10 минуттан жоғары болса, өзіңіз рекламаны қоя аласыз. Мен мына видеома 10 реклама қоям. Мен мына қанша көп қоясыз, и ол қанша просмотр болады, сол кезде болады. Енді сіз ойларыңыз көріп отқаныңыз 10 минуттық видео 5 рет реклама шығып кетсе, сосын анау шығып кетеді ғой, сосын надоел шығады ғой, реклама шығарып қайта. Ол уже көрерменнен айырыласыздар да. Мәселе сіздің сағатыңызға байланысты. Көбірек сағатты жинап ұстай алсаңыз адамды, это вообще лучше. 20 000 просмотрмен біраз ақша табуға болады. Просмотрға байланысты емес. Мәселе сол. Тағы қандай сұрақ? Жаңа видеодағы рекламаны айтасыз, көрсететін арасында. Соған байланысты, иә. Бұл реклама болмаса ше видеода. Ақша төлемейді оны. Никак төлемейді. Видеода реклама болу керек. Вот сол уже сіз реклама көріп отырсыз. Сіз оны басып ары қарай өтпейсіз. Сіз айтып отырмын ғой ютубта. Ютубтың бір жақсы жері бар ғой. Инстаграмда жүресіз ғой, аға көке, мынаның суши, мынау пиццасы, бір нәрсе, сушиін алыңдар ананың. Мынау керемет екен суши деп қор болып жүрсің да, былай айтқанда ше. Ұят қой енді анау. Жоқ, нормальный бизнес қой ол. Бірақ іштен мойындау керек та. Мен де болсам сөйтетін шығармын, может. Бірақ іште сол тұрады да, бір затын өтірік айтып жатырмын ғой анау. Мынау деген керемет. Ал ютубта не істейсіз? Ютубта отыра бересіз да, мен қатысым жоқ, все, өзі көрсетіп отыр. Ютуб беріп жатыр, мен жусанды реклама қылып жатыр, там бір нәрсе, менің қатысым жоқ, все. Ренжімеңдер маған. Мен қосып қойдым, все. Өзі случайно реклама, сізге сәйкес рекламаң келеді, болды көре бересіз. Рекламада әркім әртүрлі көрсетеді. Сіз мысалы машина жасайтын или андай запчастарға қызығасыз. А мына жігіт ноутбукқа қызығады. Бір видео көріп жатсыздар екеуіңіздер. Бір уақытта десек те болады енді. Бір видео көріп жатсыздар. Реклама басталып кетті. Сізге жаңа автозапчаст мысалы колесаны жүктеп ал, анау деген приложение келеді. А мына кісіге сізге не келеді? Мысалы любой ноутбук, технодом, сулпак, мынау Каспийден сатып ал. YouTube біліп қойды да, так, мына кісі примерно мынандай адам, мына кісі мынандай адам. А бұған біз мынандай реклама береміз. Сіздерді бүйтіп ар жаққа тіркелген кезде сіздің действияңызға байланысты. Мен айтам ғой, YouTube'та боттар бар ғой, боттар шешеді соны. Командамен программист болсаңыз, мен өзім программистпін. Соның бәрін шешеді да. Сіздерді категорияға бөліп тастайды істеріңізге байланысты. Так, мынау әйел, бірінші категория білесіздер ғой, еркек пен әйел болып бөлінеді. Сосын балалар кетеді. Сосын кетіп басталады еркек, әйел. Так, әйел болса, әйелдің мынандай ол. Сериал көреді, корейский сериал көреді, или там турецкий сериал көреді. Көретін сериалы анау қызығатыны мынау уже бөліп жатыр да, уже тік-тік-тік. Еркек адам болса, қалаулым көрсе, қалаулым толып кетеді мынандай. Инстаграмда сондай. Сосын кетеді мынандай. Еркек адам болса, еркек адам так. Мынау айналып келіп колесаның машинасын, жаңағыдай каналдарды көреді, или бизнес бастау жайлы көреді. Уоррен Баффеттің видеоларын көріп шығады. Трейси сөйтіп кетеді. Мынау бизнеске қызығатын адам деп шешім қабылдайды, уже категорияға тығады. Ол да себебі адам болғысы келеді да. Адамзат сондай ғой, бұрыннан ше ол көмексіз деген ғой адам. Осы жер бетінде жүргелі бері ше, өзі сияқты біреуді іздейді да, жұмсайтын. Не істейді? Құлды ұстайды. Бір-бірін құл қылады адам. Құлды басқару қиын, күшейіп кетіп адамды өлтіруі мүмкін. Хайуанды ұстайды. Хайуан әлсіз, слабый. Иттер сондай мысалы аңға шығады, түсінбейді, тоже слабый да. Жан-жақтан өзі білгіш, тек өзі сияқты работяганы іздейді да адам. Ондай адам таппайды. Роботтарды іздейді. Білгісі келеді, адамды білгісі келеді, негізде басына кіріп кетіп, былайше, мынау не ойлайды? Аңдайды соны, киген киіміне қарайды.
сөйтеді де жаңағыдай нені программирование, искусственный интеллект ойлап табады. Ол келеді де адамзаттың өмірін өзгерте бастайды. Бизнестің алдын алуын біледі, қалай жүреді, қалай. Бұрында 90-шы жылдар білесіздер, келеді, бизнес ашып, все. Отырады былай, қашан клиент келеді маған, все. 500 мың тауып тастаған, ол кезде 500 мың 5 миллион сияқты ғой қазір. Қадалады сөйтіп. А қазір не? Таргетті қосып жібересің 5 мың теңгемен. Достар, мен суши аштым, мысалы, суши пицца аштым. Суши пицца ашқан емес та ғой ешқашан. Тексеріп көреді адамдарға ше былай. Анализ жасайды, сұраныстарын қарайды, қалай екен, қанша адам кірді, неге клик, әйелдер неге басты, қыздар неге басты, қанша бала басты, соның бәрін зерттейді да. А қазір сондай заманда, қазіргі заманда кедей болу вообще ұят айтайын ше. Бір нәрсе білмеу ше. Дамып кетті қазір ше. Одан да дамиды деп ойлаймын ары қарай. Потому что қазір кедей болу қиын. Чем бай болған. Кедей дегенде мен айтып отқан жоқпын, шіріп кеткен бай, анау дерзкий мысалы да. Қазір любой адам нөлден көтеріліп байып кете алады. Қазір бай болу үшін, жаңағындай или успешный болу үшін гений болып туудың несі керек жоқ. Былай айтқанда ше, гений болудың ше. Сол үшін де сіздерге қазір мүмкіндік бар. Осы ғасырда айтып отырмын ғой, қазір мүмкіндіктердің стартында тұрмыз да, басталып кетті уже давно. Оны бізге старт қылған не білесіздер ғой, бірінші Google алып келеді. 98 қай жылдары басталады Google? Google бастады бәлең бәрін ше, уже. Революция жасады десек те болады. Бәле емес, енді движениенің бәрі ғой, былай айтқанда. Google бастайды, поисковиктен бастайды, адамды зерттеп бастайды, одан кейін не кино көреді бұлар, не нәрсе алады, сайттың мәселесі қалай пайда болған білесіздер ғой, HTML, CSS. Бір-бірімен университеттер бір-біріне не жібереді, жаңағыдай. Ең бірінші тексттер шығады, ең бірінші сайттың нәрселері текст жазылған бірінші. Содан кейін музыканы, одан кейін суретті қосты, түсті қосты, одан кейін светті. Қызыл түс, ақ түс, одан кейін не істеді? Одан кейін суретті қосты, черно-белый, Nokia-да болады ғой бұрын. Одан кейін нені қосты, одан кейін звук қосты, кино қосты, соңында YouTube дүниеге келді арт жағында. Instagram шықты былай қарай атылып. Сөйтіп дамиды. Любой кезде кім айтады, Цукерберг айтады ғой, проект дейді да, ол дүниеге келген кезде дейді, не болып келмейді дейді андай. Полный, дерзкий, 100% болып келмейді дейді. Ол келеді бір нәрсе болып, мысалы, мына нәрсе дүниеге келеді, шығарады, как-то мына неудобно, флешкасы неудобно, үлкен, мен еще мынаған ақша ала алмаймын мен ше, мысалы. 2006 жыл 30 мың теңгеге алу маған қиын мұны. Давай лучше телефонға қосамыз деді. Сөйтті де камераны телефонға салды. Фотоаппарат шықты, фотокамера шықты. Давай видеоны қосайық. Қосты, ең соңында ана мысалы түсіріп тұрғандардың барлығы құрыды. Пейджер кетіп қалды, мысалы, пейджер білесіздер. Олар да құрыды. Потому что әлсіз нәрселер, законды білесіздер ғой әлемде. Әлсіз нәрсе, пайдасыз нәрсе кете береді былай қарай. Сол үшін де адам да сол. Негізі сущность негіздері бірді. Сол үшін де әлсіз болмау керек, умный болу керек, даму керек былай айтқанда. Мен эволюцияның несіне өзім сенбеймін жалпы айтқанда. Но даму керек адам ше, жан-жаққа. YouTube шықты ма, YouTube'ты меңгеру керек. Instagram шықты ма, Instagram'ды түсіну керек. Көбісі ойлайды, давай YouTube'пен айналысасың ба дейді. Тек қана сонымен айналыс дейді. Айналыса беру керек. Но. Бірақ мынандай әңгіме бар да. Врач болсаң, врачпен айналыс. Ол солай да, врач болу үшін 7-8 жыл оқиды. Ол адамның өмірі. Ошибка жасауға болмайды. Сол мамандықтармен қазіргі мамандықтар салыстырады да. Сіз мысалы ютубер болып бар ғой, ютубер, Instagram, TikTok'та болып меңгере аласыз. Тағы екеуін тағы мамандықты қоса аласыз. Мобилографта бола аласыз. Потому что бұл уақыт нәрсені үйрену үшін бір-біріне тығыз байланысты біріншіден. Екіншіден бір-бірін үйрену оңай. Мобилограф болып үйреніп алып, бір жыл, бір ай оқыдыңыз, қайта бір ай практика жасадыңыз, дерзкий мобилограф болып шықтыңыз, содан кейін тағы бір ай ютубер болдыңыз, тағы бір ай жүрдіңіз, тағы успешный ютубер. Екі мамандық бар. Екеуінде спокойно жұмыс жасай аласыз. А сіз врач бола алмайсыз солай. Мұғалім бола алмайсыз солай. Даже мұғалім болуға да болады, бірақ врач бола алмайсыз точно. Өйткені операцияға кіресіз. Мәселе адамның нәтижесіндегі жұмысына байланысты. Сол үшін де қазір бір адам 10 мамандықты алуы мүмкін. Жаңағыдай мамандықтар да, мысалы. Программист, это программист, это вообще қиын нәрсе. Бірақ қазір оны жеңілдетті. Kotlin, Swift деген нәрсе. Қазір мен өзім айтишник болсаңыздар, оны жақсы білесіздер. Айтишниктер бар ғой, олар алдын алып біліп жүреді. Так, мына ертең мен YouTube'ты түсінгенім, маған біреу келіп түсіндірген жоқ, мен айтишник болғасын түсіндім. Потому что бір приложение жасаған кезде адамға максимально ыңғайлығын келеді. Ол қиналмау керек. Интернет-магазинге кірген кезде 2 клик басқаннан гөрі 1 клик бастыруға тырысасың. Бір басып сатып алдым, все. WhatsApp-та солай келді. Бәрі келеді, идеальный болып келмейді проект. Ол уақыт өте келе, жаңа Цукерберг айтқандай дами түседі. Instagram шықты бірінші, одан кейін стористі қосты ол ше. Перископтан сатып алды ғой деймін ол идеяны, шатаспасам.
ұмытып қалдым мен уже. Ну, это прямой эфир. Ютубта шығарды, одан кейін шортстарды жасап жатыр. Рилсты шығарды Инстаграм жақында 5-6 ай болды, 4 ай. Потому что Рилс ол подписчик жоқ адамдарға арналған. Шортста сондай. А то келеді, бәрі подписчигі бар, байып кетіп жатыр, дамып кетіп жатыр. Ал простой келген қарапайым юзер дым жоқ. Анаған жалынады. Ақша бер, мен пиар етші, ақша бер. Сосын YouTube ойлады да, бұл бір-біріне ақша бермесін, ақша бізге берсін одан. Давай біз оларға көмектесейік. Сөйтті де Рилсты тығып жіберді отаға. YouTube'да шортсты тығып жіберді жаңа. Сөйтіп келді да, любой бір контент саласың, все, атып кетеді жоғары қарай болды. Бір қарасаң, Индиядағы біреулер лайк басқан, Қытайда. Бірақ ол керек емес, бірақ енді негізінде. Но сізге мотивация береді. Егер де қазір сіздерге байланысты қай жерден орын таба аласыздар. Сіздерге мүмкіндік берген заман келді. Бұрындар енді ол ән жаза алмаймын, студияға бару керек, $5000 клип түсіру деген баяғы заманда $5000 болған клип түсіру. Беспонтовый клиптер. Қазақстанда білесіздер ғой, бірінші клип қайсы екенін? 2002 емес. СССР бойынша не Досмұқа Асан қойдым оны. Менің білуімше, естуімше, ал Меруерт Түсіпбаева қойдым бірінші. Ана жаңбырда тұратын 93-те ма? Ол 2001-де қойдым ол. Сол клиптер қымбат болатын. $5000. Байлар клип түсіреді, байлар әнші болады, байлар киноны вообще айтпайды ғой енді, оны мемлекет түсіреді оны. Не то, что кино түсіру, енді сіздер қазір кинода түсіре аласыздар да. Еще онымен қоймай ақша таба аласыз. А ол кездегілер ақша таба алмайды еді. Сол кезде артисттар, әншілер кедей болды сол кезде. Квартирада тұрды, той бизнес келген кезде байып шыға келді олар. Олар театрда ғана ақша жұмыс жасайтын. Кассета сататын, альбом, диск, дискті сататын. Америкадағы әншілер бай болды, мүмкін емес. Тупак Шакур, Эминем. Олар әлі күнге шейін музыканы сатып алады. Біздер сатып алмайды, пиратский движение болып кетті. Соңында әншілер творчествоның адамдары қадалды да, короче. Бәрі әншіден шығып кетті. Содан кейін той бизнес келгеннен кейін бәрі әншіға секірді. А өткенде кризистан кейін все, уже ән жоқ. Енді уже ютубқа уже қайттан оралып жатыр да. Сіздер ютубта бар ғой, сіздер ертең бай боласыз, сіздер мықты әнші болып кетуі мүмкінсіздер. Сіздерде просмотр болу керек, главное. Мейлі сізде талант жоқ, ақша да жоқ. Но сіздер жақсылап Моргенштерн білесіздер ғой, Моргенштерн байдың баласы деп айтады. Бірақ ол байдың баласы болып тұрып көтерілу вообще қиын негізі. Ол өмірінде түсінбеген нәрсесін ол көтерілу керек та. Кедей болып тұрып көтерілу ол түсінеді. Бір балаға айтқан екен. Екі бала болған, бір әкенің, екі баласы болған. Біреу айтқан, успешный да, біреу, керемет, жақсы, бай, еңбекқор, сізге айттым ба? Или бірге айттым, білмеймін. Короче, екіншісі алқаш арақ ішіп кеткен ғой, короче. Сөйтіп барып сұрамай ма? Неге сен бай болдың? Деп ше? Неге сен алқаш болдың деп екіншісінен сұраған. Сонда екеуінің жауабы бір болғанда, мен әкеме қарадым деген. Әкесі арақ ішетін болған. Біреу айтқан, әкеме қарадым, потому что мен ұйыстып жүрмейін деп еңбек еттім. Анау әкеме қарадым, әкемде арақ ішіп жүр ғой деп мен арақ ішіп кеттім дейді. Сол айтқандай сізде қазір главный айтқым келіп тұрған нәрсе, басты нәрсе сіздерге байланысты. Еңбек етесіздер, байысыздар. Ютубта ол. Инстаграм, тиктокқа ешнәрсе айта алмаймын мен. Оларды мен істедім оның арасында. Ішінде жұмыс істеп көрдім, өзім Инстаграм парақша жүргіздім. Бірақ ютубта шанс көп екен. И справедливо уже. Просто ютубта, мен ойлаймын, Инстаграмда, тиктокта сондай болғысы келеді, бірақ мүмкіндігі болмай жатыр деп ойлаймын да, өйткені слишком контрольдан шығып кетті да уже. Ютубер деген негізі курс бар ма? Ютубер деген курс менде жалпы бар, скоро болады уже. Бірақ практикамен келсеңіз де болады. Бар ғой деймін я. Мейрам ба? Мейрамды көрсеңіздер де болады, жалпы мен оқыма деп айтпаймын, ол жаққа біреуге реклама да қылмаймын. Просто айтатын дегенім, видеоны қараңыздаршы, солардың каналын. Тупизм видеолары, шын айтайын. Мен мына жерін қиып алып түсу керек сияқты негізі. Просто сіздерге айтып жатырмын да. Бірақ мен оны айтып жатқан жоқпын деген сияқты. Оны айтып жатқан жоқ. Бұл жерде мен тағы да сіздерге сабақ айтайын деп тұрмын да. Не важно, адамдар сіздерге просмотр керек, и сіздер дешево түсіріп сізге хейт етеді, сіз керемет болсаңыз да хейт етеді. Күшті ақша салып істей беріңіз. Ой, сен халықты алдап отырсың, сен анау мынау жұмыс істемейсің ба, сен көшеге шығып қара жұмыс істемейсің ба, еркек қатынның жұмыс істеп жатсың сен, еркек бол деп шығады. Олардың ондай адамдардың сөзі құлаққа ілінбейді. Егер осы жолға келдіңіздер ме, сөзге мән бермеңіздер. Егер сөзге мән бересіздер ме, онда келмей ақ қойыңыздар сізге. Дайын болып келіңіздер да осы жаққа. Көре алмайтындай айтады, біреулердің неше себебі халықты мен бұрында комментарияны қараймын. До того тупой комментарий жазады да, шын айтайын ше, адамдар ше.
халық деп жатқан жоқпын, адамдар бар сондай. Әдейі жаза ма, шынымен жаза ма, мен точно білмеймін оны. Бір видео салғам, жаздың кезіндегі видео, қыста салсам, мынау не жаз болып кеткен ба дейді да. Адам ойлану керек қой, мысалы. Любой кезде салады ғой адам видеоны. Қалай Алматыда жаз ба не дейді да. Кәдімгі жап-жасыл болып тұр да. Қыста салған видео. Еще біреумен неге маска кимейді дейді. 2 жыл бұрын салып қойған бір видео, жоқ 2017-те салған видеоға қарап, біреулердің видеосын түсірген. Қазір көріп отыр өзі, бүйтіп қарамайды, қарауға бас жетпей ма білемін. Неге маска жоқ аналарда дейді да. Қайдағы маска? 3 жыл бұрын маска деген тема болмады ғой. Соны айтады да, неге маскалар жоқ, маска кию керек қой дейді. Видео қараса, қашан салынған видео екен. Енді просто адамдар әртүрлі ғой, білмейді ғой. Көптің арасында бәрі болады ғой. Кешіріңіз, бір сұрақ бар да. Бір мені өзім есіме түсіп кетті. Диета жөнінде ғой. Бір кісілер бар, бір апта бойы или 10 күн, 20 күн мен банан жеймін дейді. Сондай нелер бар ютубта, видеолар. Кәдімгідей ананы көрсетеді да. 3 күн өтті, 4 күн, 5 күн, 10 күн. Соны сіз айттыңыз ғой, бағана интервью үшін өтірік болған сияқты. Все равно тамақ жеген сияқты олар да. Қазір.